Ассалаумағалейкум, көрермендер. Жасанды интеллект саласы өте қарқынды жылдам дамып келе жатыр. А, Осы AI-дың жалпы адамзатқа, осы IT саласына әсерін сипаттау үшін мына нәрсені ұғыну керек та. Осы AI-дың себебімен кейбір мамандықтар жойылып, кейбір мамандықтар өзгеріп, сондай іргелі өзгерістер жүзеге асып жатыр. Енді осы видеода не туралы айтқым келген? Жалпылама қарапайым тілде айтатын болсақ, вайб кодинг дегеніміз ол сіз бұрынғыша программа жазбайсыз, яғни бағдарламалау тілінде әртүрлі синтаксисті қолданып, арнайы сөздерді қолданып код жазбайсыз. Тек қана қарапайым адамның тілінде сізге не керек? Маған кофе машина сататын сайт жасау керек. Ол жерде осындай бөлімдер болсын деген сияқты өзіңіздің қалауыңызды қарапайым өзіңіздің тіліңізде түсіндіріп жазасыз. AI сол нәрсені істеп береді. Басында бұл нәрсе қызық, жай бір тырнақшаның ішінде бір ойыншық ретінде бағаланған. Мен өзім бір сондай көзқараста болып жүргем, және жарық көрмеген менің YouTube арнамда бір 3-4 ай бұрын видео дайындап қойғам. Cloud AI-ді қолдану арқылы бір сайт жасап көрейінші, немесе ойын жасап көрейінші деген ой болған. Мен сол видеоны қысқаша шолу жасап кетейін сіздерге. Бірінші жалпы идея сұрадым одан. Қандай идея ұсынасың, не жасауға болады деп, сосын оның айтқандары ұнамай өзім есіме түсті. Құлыпты бұзу, яғни 4 цифрдан тұратын санды табу ойынын жасағым келді. Сосын ол жақсы ойын, Safe Breaker деген ойын жасайық. Тіпті соның мынандай бір рендер суреттерін осындай интерфейсін жасауға болады деген сияқты идеяны ChatGPT-мен дайындап алып, сосын келістім, жақсы, аха, осыны жасайық. Енді сен маған осыны AI-ға жақсылап жүйелі түрде түсіндіретіндей маған промпт жасап бер дедік. Промпт жасалды. Енді мынау сол Cloud AI-дың алғашқы дайындаған нұсқасы. Міне, мынау оң жағында көріп тұрғаныңыз менің жаңағы ChatGPT-мен дайындап алған промптпен, яғни инструкциямен соған берілген нұсқаулықты Cloud осындай интерфейсі бар ойынға айналдырды. Көріп отқандарыңызда екі режимде тіпті кодты қарап өзгертуге болады, немесе соның нәтижесін көресіздер қандай болғанын. Бұл қарапайым түрде жаңағыдай дұрыс емес, қай орындағы санды дұрыс таптың деген сияқты ойынды көрсеткен болады. Кейін мен бұл нәрсені жетілдіргім келді. Яғни одан артық тағы да не істей алады екен, қалай жетілдіруге болады деп, сол ойынды одан артық дамытуға, қызықтырақ қылуға тырыстым. Негізі нәтиже жаман емес. Сол үшін осы видеоны көрсеткім келген, бірақ бұл видео жарыққа шықпай қалды. Ары қарай бірнеше режимдерді қостық, яғни уақыт шектеулі болатындай, уақыт жүріп отырады, немесе мүмкіндіктер саны, яғни кодты табу мүмкіндіктер санын шектеп қоятындай әртүрлі режимдермен осындай ойынды жасап шықты. Меніңше жақсы нәтиже, және де бұған бір тегін нұсқасында ешқандай бір ақы төлемей осылай істеп көрген болатын. Енді көрсетем дедім, ол қалып қалды, қызық болып көрінді. Енді сахнаға Google-дың Anti-Gravity деген идеясы, яғни идея деген Integrated Development Environment, сіз код жазатын арнайы бағдарлама. Бірақ Next Generation, яғни келесі деңгейде, келесі замандікі деп айтсақ болатын шығар. Бұл жерде қалай? Өздерінің жарнамасын көрейік. Бұл жерде сіз кодты жаза аласыз, кәдімгідей кез келген идеядағыдай, бірақ негізгісі сіз промпт жазасыз. Яғни сізге не керек сипаттап айтасыз, кейін Google Anti-Gravity сіздің компьютеріңізде, яғни бір өздерінің сервистерінде, жаңағы бұлттық сервисте, браузерде емес, сіздің компьютеріңізде қажетті бағдарламаларды орнатып, қажетті файлдарды жасап, толығымен сіздің компьютеріңізде бір проект бастап кетеді. Ерекшелігі осыда. Яғни кейін сіз
мысалы AI-ды тоқтатам десеңіз де, ары қарай сол проектіні өзіңіз жалғастырып кетсеңіз болады. Біліміңіз, тәжірибеңіз жетіп жатса. Негізгісі осы, енді әртүрлі құралдар бар. Енді қызыққа көшейік. Яғни мен не істедім? Алдым, осы антигравиді орнаттым. Міне мына жерге сіз кәдімгі чат GPT-мен сөйлескендегідей промпт жазасыз. Мынандай ғана қысқа ғана промпт, яғни мен басында бұл нәрсе істемейтін шығар дегендей бір сенімсіздікпен қарап, осылай қысқаша ғана жаза салсам, маған робототехника туралы жазатын сайтты жасап берді. Ол бірінші кезекте не істейді? Ол бірден бәрін жасап кетпейді. Implementation план, яғни өзіне өзі жоспар құрып алды. Жақсы, мен бұл нәрсені істеймін, ол үшін мен осындай жоспар құрып жатырмын дейді. Мына жерде өзінің құралдарын сипаттап жатыр. Мен ол үшін осындай құралдар қолданамын, яғни осындай фреймворк қолданамын, графика үшін мынаны қолданамын, ананы қолданамын деп өйстіп сипаттайды. Сіз осы деңгейде осыған өзгеріс енгізе аласыз. Яғни сіздің тәжірибеңіз, біліміңіз бар болатын болса осы салада, айтасыз, жоқ, сен мынандай таңдау жасама, мына choice таңдау жасап отыр ғой. Оның орнына мынандай құрал қолдан. Оны былай істеме, былай істе, былай істеме, былай істе деп өзіңіз бәрін айтып түсіндіре аласыз. Осы жерде жоспармен танысасыз. Бірінші фаза мынаны істеймін, содан кейін ананы істеймін, мынаны істеймін, мынаны істеймін. Енді өзінің жолын көрсетіп жатыр, walkthrough, яғни жақсы, соны жасайық. Мысалы, бірінші кезеңін уже бүкіл қажетті бағдарламаларды, файлдарды жасап, орнатып, істеп қойды. Өзінің не істегенін көрсетті. Мына жақта сіз уже компьютеріңіздағы белгілі бір папкіде файлдарды көре аласыз. Яғни осы жобаның қандай файлдары бар. Енді сайттың өзін қараңыз. Міне осы сайт. Бір ғана промптпен, яғни бір ғана жаңағы үстінде жазылған қысқаша мәтінмен осы сайтты жасап шықты. Мысалы, негізгі беті, кіріспе, роботтың түрлері, кинематикасы, мысалы кіріспеге кіретін болсақ, анықтама, робот деген не, тағысын тағы, байланысты салалар, осы робототехникамен қандай салалар байланысады, механикал инжиниринг, электрикал инжиниринг, компьютер сайенс, олар қалай байланысады. Соны сипаттаған жерде терминдер, қандай робототехникаға байланысты терминдер бар. Енді ары қарай ол under construction, яғни ол жалпы жобасын көрсетіп алды. Егер сізге бұл нәрсе ұнаса, немесе сіз белгілі бір өзгерістер, іргелі осы деңгейде өзгерістер енгізгіңіз келсе, енгізіп аласыз да, кейін ары қарай жалғастыра бересіз. Бір нәрсені көрсете салайын. Мына жерде келесі қадамдар деп тұр, next. Осы нәрселерді істеуге болады. Яғни ары қарай сіз жаза аласыз, ары қарай жалғастыра бер. Маған бәрі ұнап тұр деп таза вайп кодингпен жалғастыра бере аласыз. Немесе белгілі бір файлдарды осы жердегі ашып, кодты түсінсеңіз, білсеңіз, мына жерде өзіңіз өзгерістер енгізіп, өзіңіз программа жаза аласыз. Енді осы тақырып қызық болатын болса, менде бір ұсыныс бар. Антигравитиді отырып алып, сабақ ретінде мына жерін бассаңыз былай болады деп емес, осы жасалып қойған платформаны ары қарай жетілдіру арқылы, яғни арасында қолмен кейбір жерін түзеп, кейбір жерінде вайп кодинг жасап, көбінесе вайп кодинг болады, өйткені мағынасы сода, артықшылығы сода. Жұмыс істеп көрейік. Егер келіссеңіз, онда осы видеоға пікір жазып кетіңіз, лайктарыңызды қойыңыз, белсенділік танытыңыз, біз ары қарай жалғастырамыз. Кеттік.